Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге пайдалы канал. Бүгін біз 4-ші сыныптың математика пәнінен 3-ші тоқсанына арналған екінші Б жобасын талдайтын боламыз. Жалпы тапсырмалар саны 4-еу, ешқайсысы қатты қиын емес. Осы тапсырмаларға 20 минут уақыт беріледі. Олай болса, бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмада бөлшектерді 2 топқа бөліп жаз делінген. Яғни дұрыс бөлшектер және бұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшектер дегеніміз бөлімі алымынан үлкен болу керек. Ал бұрыс бөлшектерде керісінше алымы бөлімінен үлкен. Олай болса, мұны ажыратудың ең оңай тәсілін айтайын. Мысалға, ауыр мен жеңілді алайық. Жеңіл заттың үстіне ауыр зат қойып қойсақ, жеңіл зат көтере алмай қалады ғой. Дәл сол секілді кішкентай сан үлкен санды көтере алмай қалады деп ойлауымыз керек. Сонда бұл дұрыс құрылмаған, демек бұл бұрыс бөлшек. Ал егер жеңіл зат ауыр заттың үстінде тұрса, ауыр зат оны көтере алады. Демек бұл дұрыс бөлшектер. Дәл солай 12-ден 7, 15-ден 11, 22-ден 9 деген бөлшектеріміз дұрыс бөлшектер. Ал керісінше 3-ден 8, 7-ден 12, 4-ден 6 деген бөлшектеріміз бұрыс бөлшектер болып табылады екен. Келесі екінші есебіміз аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жаз. Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жаз деп 2 тапсырма беріпті. Олай болса, орындайық. Бірінші, 2,8-ден 5 деген аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Алдындағы 2 деген сан, яғни көрсетіп тұрғандай, бұл жерде 2 бүтін сан бар деген сөз. Демек, 8-ден 8. Бұлай алу себебіміз 8-ді 8-ге бөлген кезде 1 бүтін шығады. Сол үшін осылай аламыз. Бірақ бізде 2 бүтін. Сондықтан 8-ден 8 деген тағы бір өсін аламыз. Және оған өзіміздің бөлшегімізді қосамыз. 8-ден 5 деген. Олай болса, барлығының бөлімі бірдей, астына бөлімі жазылады. Енді үстіндегі алымдарын қосамыз. 8-ге 8 қосамыз 16, оған 5-ті қосамыз 21. Демек 8-ден 21 деген аралас сан шығады. Келесі керісінше 6-дан 14 деген санды аралас санға айналдырамыз. Бөлімінде 6, үстінде тағы 6 жазамыз, өйткені 1 бүтін шығу қажет. Енді 14-тің құрамында тағы да 6 бар. 6-дан 6-ны тағы біреуін жазамыз. 6-ға 6-ны қосып, 14-тен азайтқан кезде 2 шығады. Олай болса, есептейік. 6 бөлу 6, 1. 6 бөлу 6, тағы да 1. Және 2-ні 6-ға бөле алмаймыз. Сондықтан өзін жазамыз. 1-ге 1-ді қоссақ 2, және бөлшегімізді қосып жазған кезде 2 бүтін 6-дан 2 шығады екен. Келесі, үшінші есебіміз есепті шығар. Ормандағы шағын алаңқайдың ауданы 36 метр квадрат. Оның 9-дан 5 бөлігінде жидек өсіп тұр. Жидек өсіп тұрған бөліктің ауданы қандай дейді? Олай болса, S, яғни аудан, алаңқайдың ауданы 36 метр квадрат, ал жидек өсіп тұрған алаңқайдың ауданы белгісіз. Бірақ оның 9-дан 5 бөлігінде жидек өсіп тұр екен. Олай болса, ол өте оңай. 36-ны бөлеміз 9-дан 5-ке. Сол кезде 20 метр квадрат шығады. Жауабы жидек өсіп тұрған бөліктің ауданы 20 метр квадрат. Келесі, 4-ші тапсырма, радиусы 4 см болатын шеңбер сыз. Бұл жерде бізге міндетті түрде циркуль қажет. Циркульмен бірінші дәптерімізде немесе парақтан бір нүкте белгілеп алып, сол нүктеден 4 см сызып аламыз. Сызып алғанда, мысалға, сызғышпен өлшеп аламыз. Сол нүктені қойып, 2 нүктелерді бірікте отырып, циркульмен айналдыра дөңгелек сызамыз. Яғни, центрден дөңгелектің кез келген қабырғасына дейінгі ара қашықтық радиус деп аталады екен. Осымен біздің бүгінгі Б жобамыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.